Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Шахматы Қазақша айтпақшы. Бүгін мен ютубымның несін осы видеодан өзектен, яғни мен Шахматы түсірмейтін боламын, енді мен тек қана шахмат ойнап соны түсіретін боламын. Мынау айтпақшы бірінші бөлімі бүгін оп-оңай болатынына сенімдімін, және ары қарай шахматты түсіремін. Өйткені бүгін айтпақшы бірінші бөлімде ең қызықты ойындар болады. Өйткені бұда іштен келсең тек қана ойын үйрету болып жаңағы жіберсең де тасталып айтпақшы сіздерге шахматты бұлай жан-жаққа жүреді. Ол қарада тұрса аққа жүреді, қарада тұрса аққа жүреді, ақта тұрса тек қана қарға жүреді. Ол тек қана бұлай жеті саны сияқты қылып жүреді. Ол бұлай екі санайтын, және үшіншісінде мына жүреді, және слон бұлай ұзын тіке жолмен жүреді. Ол қарада тұрса тек қана қармен жүреді, слон ақта болса тек қана ақпен жүреді. Ал мынау турка дейді, тек қана түзу жүреді. Мысалы бір тұрақтан шығайын турканы осындай тұрады ғой, өзім атымен өз сесіне мынау дақанса түп түзу жүреді. Ал мынау корольдің несі қатынға тиіпті, қалсын айтам қаңынды тұрғали ақты өзім мына ат қалған мәселе. Мынау корольға шах өзі мақсызды, ол біріне мақ болса, ойынның соңы шах болса, одан қашу немесе жабу. Ал бұл бірінші ойын өтіп ойнағысын ал қалған маған шах түсірді. Ма деген шах корольмен мына слонмен түзу қылып шах түсірді. Не жабуын қашуын құрмен бөлгіде қашауын қана жабалап тұрды. Болады бұлай өзіне шақ түсіреді. Жатты және тағышы. Бұл енді өте оңай ана жақта мені бір күлдіртіп жатыр. Айтпақшы шақты және бұлай қоямыз, тек қана шақтан қашып әртүрлі күнгі жүре беріп, бұл тек енді мат қою деген. Мат қою деген кәдімгідей жынды болады. Ол ешқай жаққа қимылдай алмай қалғанда мат болады. Қимылдай алмай ето шақ түсіп тұру керек оған. Әйтпесе ең жаманы